Мен отбасыммен суретке түскім келеді деді енесі, және отбасылық фотосессия кезінде кадрдан шығуымды өтінді. Мен үндемей шығып кеттім, бір нәрсені өзімен ала кеттім, ал 15 минуттан кейін олар маған қайтуымды өтініп қоңырау шалды. Бұл видеодағы барлық нәрсе бір-бірімен байланысты, сондықтан соңына дейін көріңіз және кері айналдырмаңыз. Финалдық көрініс сізді таң қалдырады. Фотокамераның жарқылдары студияны суық жарыққа бөледі. Анара ақ блузкасының жағасын түзеп, саусақтарындағы дірілді басуға тырысты. Отбасылық фотосессия енесінің идеясы олардың саламатпен үйленген күннің жылдығына сыйлық болуы керек еді, бірақ басынан бастап бәрі дұрыс болмады. Қысқа шашты жас фотограф әйел шыдамдылықпен композицияны құрастырды. Енесі Жайна апай сәнді қою көк костюмде бәрін өз қалауынша реттеп процеске басшылық етті. 2 жасқа енді толған кішкентай Дастан жылап анасына қолын созды. Алдымен бала мен әжесінің бірнеше суретін түсірейік деп ұсынды. Жайна апай немересін қолына алды. Анара, сен әзірге тұра тұр. Анара қызарып кеткенін сезіп қатып қалды. Ол күйеуіне қарап қолдау іздеді, бірақ саламат болып жатқанды байқамағандай, ұялы телефонның экранын зер салып қарап отырды. Саламат, бізге кел деді енесі. Отбасының 3 буынның керемет суреті болады. Анара жер аяғынан кетіп бара жатқанын сезді. Отбасының 3 буыны, ал ол кім? Декорация ма? Фотограф ыңғайсызданып бір аяғынан екінші аяғына ауысты, ауадағы шиеленісті анық сезінді. Мүмкін алдымен отбасылық бір сурет түсіреміз бе? Деп қорқа ұсынды ол. Жоқ деп кесіп айтты Жайна апай. Менің жоспарым бойынша жүрейік. Анара, сен әзірге анау жерге отыра тұр. Ол студияның алыс бұрышындағы орындықты көрсетті, Анараны жер аударып жатқандай. Дастан жылап анасына қолын созды, бірақ енесі оны қатты құшақтап. Жарайды, кішкентайым, әжең мұнда, бәрі жақсы деді. Анара баяулап көрсетілген орындыққа отырды, тізелерінің қалтырап жатқанын сезді. Ол фотографтың суретті суреттен кейін қалай түсіріп жатқанын сырттай бақылады. Міне, Жайна апай немересімен, міне, ол саламатпен, міне, үшеуі бірге күлімсіреп тұрған идеалды. Уақыт резеңкедей созылды, әрбір ысылған дыбыс шекесіне өткір ауырсыну болып тиді. Анара 3 жыл бұрын саламатпен қалай танысқанын есіне түсірді. Әдемі, табысты ер адам, әдемі күтім жасап, алтын тауларды уәде еткен. Жүктілігіне қалай қуанғанын, бақытты отбасы туралы қалай армандағанын есіне түсірді. Шындық мүлдем басқаша болып шықты. Бірте-бірте, қадам сайын енесі олардың өмірін бақылауға алды. Алдымен тәрбие бойынша кеңестер, содан пәтерді қалай, қайда демалу, қину туралы ішімдер. Саламат әрқашан анасымен келісетін, ал егер Анара қарсылық білдірсе, ол үндемей қалатын, немесе ашуланып, анам жақсырақ білет дейтін. Енді Саламат пен ұлының бірнеше суретін түсіруге болады деп бұйырды Жайна апай. Дастан, әкеңе бар. Анара жұдырығын қатты қысты, тырнақтары алақанына батырып алды. Оның өз баласы, ол оны жүрегінің астында көріп, толғақпен туып, емшелген. Фотограф қайтадан камераны қолына алды, бірақ Дастан шындап жылай бастады. Ол әжесінің қолынан шығып кетіп, анасына қарай жүгірді. Анара автоматты түрде ұлын көтеріп, өзіне қысып, балалар шашының туған иісін жұтты. Анара. Енесінің дауысы қамшыдай естілді. Сен бәрін бүлдіріп жатырсың, баланы қайтар. Саламат ақыры телефонынан басын көтерді. Ань, жанжал шығармашы деді ол шаршаған дауыспен. Тез бітірейікші. Сол сәтте Анараның ішінде бір нәрсе сынып кетті. Ол күйеуіне қарады, шынымен қарады, оны бірінші рет көріп тұрғандай. Жүгірме көзі, әлсіз иегі, өзінше жұмыспен көрсетіп жасырыну әдеті. Ол қайтадан көзін алып қашты. Студия кенеттен шыдатқысыз ыстық болып көрінді. Жарық жарқылдары, енесінің бұйрықты дауысы, күйеуінің үнсіз сатқындығы, мұның бәрі ауыр жүк болып басып қалды. Анара жылаған Дастанда абайлап еденге түсірді. Маған шығу керек деп күбірледі, ол жауап күтпестен есікке қарай беттеді. Студиядан шығып бара жатып естіген соңғы нәрсе Жайна апайдың дауысы болды.
Жарайды, енді біз шынымен әдемі суреттер түсіре аламыз. Анара дәлізбен жүріп келе жатып, еріндерінің қалтырап, тамағына өксік тығылып тұрғанын сезді, бірақ ол өзіне жылауға жол бермеді. Нада қазірде емес. Ол өзі үшін, ұл үшін күшті болуы керек еді. Алдында оны люминесценттік шамдардың суық жарығымен жарықтандырылған ұзын дәліз және бүкіл өмірін өзгертетін шешім күтіп тұрды. Фотостудияның дәлізінде тыныш әрі салқын еді. Анара қабырғаға сүйеніп жасының бетінен қалай ағып жатқанын сезді. Ол тынышталуға тырысты, бірақ студиядағы көрініс қайта-қайта көз алдынан өтті. Қорлану ішінен ащы қышқылдай жағып бара жатты. Көз қиығымен ол Саламаттың қабырғадағы орындықта абайсызда қалдырылған сөмкесін байқады. Өзі өткен туған күнінде сыйлаған қарапайым былғары сөмке. Анара ешқашан оның заттарына үңілмеген, сенім олардың қарым-қатынасының негізі деп ойлаған еді. Бірақ қазір бір нәрсе сынды. Мүмкін, бұл Саламаттың анасы Анараны отбасылық кадрдан ығыстырып жатқанын үндемей бақылаған көзі шығар, немесе оның дастанды туған анасынан қорғап жатқандай құшақтағаны шығар. Оның қолы сөмкенің құлпына қарай созылғанда дірілдеді. Бұлай істеме деп сыбырлады ішкі дауыс, бірақ басқа, анағұрлым талапшыл дауыс, сен шындықты білуің керек деді. Ол көрген бірінші нәрсе құжаттар салынған папка болды, тығыз ресми қағаз мөрлерімен. Пәтерді сатып алу сату шарты, олар бірге сатып алдық деп жүрген пәтер, барлық жинаған ақшалармен оның ескі пәтерін сатқаннан түскен ақшаны салған пәтер. Анара оқи бастады, әрбір жол соққыдай әсер етті. Пәтер Саламаттың және оның анасының атына ғана жазылған. Ол туралы бір сөз де жоқ, тіпті ол болмағандай, олардың 3 жылдық бірге өмірі болмағандай, ортақ баласы болмағандай. Құжаттардағы күн 2 апта бұрынғы еді, демек, ол жөндеумен айналысып, түсқағаздар мен перделерді таңдап жүргенде, олар бәрін шешіп қойған. Сатқындық жоспарлы, салқын қанды болды. Басында енесінің дауысы естілді. Сережа, сен болашақ туралы, өзіме алу. Енді Анара бұл сөздердің нақты мағынасын түсінді. Ол олардың жоспарында әрқашан артық болған, уақытша фигура, уақыты келгенде тақтадан алып тастауға болатын. Студиядан шыққан дыбыстар перде арқылы естілгендей болды. Онда фотосессия ештеңе болмағандай жалғасып жатты. Сылған дыбыстар, фотографтың дауысы, енесінің дастанды еркелеткені. Анара дірілдеген саусақтар мен құжаттарды парақтады. Шарттан басқа, мұнда банк көшірмелері де бар еді, ақша қозғалысын көрсететін. Оның барлық ақшасы тиесілі емес, пәтерді сатып алуға түгелдей жұмсалған. Кенеттен ол дәлізден аяқ дыбыстарын естіді. Құжаттарды тез арада папкаға салып, сөмкеден алыстады, бірақ бұл реквизитпен бір жаққа асығып бара жатқан фотографтың ассистенті ғана еді. Анара дәліздің айнасынан өзінің бейнесіне қарады, жылаған, шашы ұйпаланған әйел оған қарап тұрды. Бұл әйелдің көзінде ендіру. Ол телефонын алып, құжаттардың әрбір бетін тез арада суретке түсірді. Содан кейін папканы сөмкеге, бұрынғы жатқан орнына абайлап салды. Студияда Жайна апайдың күлкісі естілді. Ал енді дастан менің тіземде отырған сурет түсірейікші, бәрібір әжесі ең жақын адамы. Анара жұдырығын қатты қысты, тырнақтары алақанына батырып алды. Енді ол не істеу керектігін білді. Жоспар басында қалыптаса бастады, анық әрі түсінікті. Олар онымен ережесіз ойын ойнағысы келді. Жарайды, ол бұл шарттарды қабылдайды. Көз жасын сүртіп, иығын түзеп терең тыныс алды. Студияға қайтып оралып, одан ешкім күтпеген нәрсені істеудің уақыты келді. Анара фотостудияның жартылай қараңғы дәлізінде тұрып, құжаттар салынған папканы қатты қысып ұстады. Қолы сәл дірілдеді, бірақ ішінде таныс емес, дерлік мас қылатын сезім өршіп жатты. Ұзақ жылдар бойы некеде бірінші рет ол өзін құрбан емес, жағдайдың иесі ретінде сезінді. Жылдам қимылмен құжаттарды сөмкесіне жасырып, студиядан шығуға батыл беттеді. Студиядан фотосуреттің кезекті қойылымын басқарып жатқан енесінің дауысы естілді. Саламат, дастанға жақынырақ тұр. Иә. Анара ашы күлді. Олар отбасылық бақыттың өздерінің идеалды суретіне мәз болсын. Шындық мүлдем басқаша болып шықты. Сатқындық, өтірік, манипуляция, суық ауа көшеге шыққанда бетіне ұрды. Бірінші телефон қоңырауы ол таксиге отырып жатқанда естілді. Экранда Саламаттың есімі пайда болды.
Анара қоңырауды тастап, телефонын өшірді. Абай проспектіне, өтінемін, деді ол құрбысы Маринаның мекен-жайын айтып. Жолда оның басында естеліктердің үзінділері өтті, енесінің олардың өмірін бірте-бірте қалай бақылауға алғаны, Саламаттың әрқашан анасының жағында болғаны, өзінің бағынышты келін рөліне қалай тереңдеп еніп. Ол телефонын 1 сағаттан кейін Маринаның пәтерінің қауіпсіздігінде ғана қосты. Саламаттан 23, енесінен 10 қабылданбаған қоңырау, қайдасың, дереу қайт, не істеп жүрсің деген көптеген хабарламалар. Марина күшті шай қайнатып, құрбысының әңгімесін үндемей тыңдады. Білесің бе, деді Анара ыстық сусынды жұтып, мен ұзақ уақыттан бері өзімді бірінші рет еркін сезінемін. Саламаттан жаңа хабарлама келді, егер сен қазір қайтпасаң, өзіңнен көр, құжаттарды ұрлат деп полицияға арыз жазамыз. Анара күлді, жаза берсін, оның телефонында осы құжаттардың суреттері бар, олардың пәтермен жасаған алаяқтықтарының дәлелдері. Кешке қарай қоңыраулар агрессивті бола бастады, енесі дауысты хабарлама қалдырды, онда оны рахметсіз деп атап, ұлымен кездесу мүмкіндігінен айырамын деп қорқытты. Енді не істемексің? Деп сұрады Марина. Олар ас үйде кешкілік отырғанда Анара қатқыл дауыспен күресемін деді. Менде пәтердегі алаяқтықтың дәлелдері бар, ақшаны қалай салғанымды көрген куәгерлер бар. Мен бұдан былай олардың менімен манипуляция жасауына жол бермеймін. Түнде Маринаның қонақ бөлмесіндегі диванда жатып, Анара ұзақ уақыттан бері өзін күшті сезінді. Иә, алда күрес күтіп тұрды, мүмкін ұзақ әрі қиын. Енді таңертең ол адвокатқа қоңырау шалып, кеңеске жазылды. Содан кейін Саламатқа қысқа хабарлама жазды. Құжаттар менде, бұдан былай адвокат арқылы басамыз. Телефон қайтадан қоңыраулардан жарылды, бірақ Анара енді қорқыныш немесе күмән сезбеді. Оның көзінде жаңа жылтыр пайда болды, өз құқықтары мен қадір-қасиеті үшін күресуге дайын адамның шешімділігі. Жылдар бойы қорлану мен манипуляция оны бір нәрсеге үйретті, кейде батыл әрі ымырасыз әрекет ету керек. Маринаның пәтерінің балконына шығып, Анара аязды ауаны терең жұтты. Қаланың басқа шетінде, олардың пәтерінде енесі кек алу жоспарларын құрып жатқан шығар, ал Саламат анасының нұсқауларын бұлжытпай орындап жатқан шығар, бірақ енді бұл оның өткен өміріндегі бөтен адамдар, ол батыл түрде артта қалдырған өмір. Бұл видеоны оқиға қызықты болуы мүмкін, достарыңызбен бөлісіңіз. Саламаттың жылдам аяқ дыбыстары үйлердің қабырғаларынан жаңғырып естілді. Ол Анараны Құрманғазының бұрышында қуып жетті, онда адамдар азырақ еді, және оның білегінен қатты ұстады. Анара күтпегендіктен селк етті, бірақ шегімеді. Осы бірнеше сағат ішінде оның ішінде бір нәрсе өзгерген еді. Сен есіңнен аустың ба, не істеп жүрсің? Оның дауысы әрең басылған ашудан дірілдеді, көзінде дүрбелең бар еді. Ол мұндай Анараны әлі көрмеген, тыныш, шешімді, көзіндегі әдеттегі қорқынышсыз. Мені жібер, Саламат, оның дауысы тегі шықты, бірақ ішінде бәрі дірілдеп тұрды. Біз екеумізде не болып жатқанын білеміз, мен пәтердің құжаттарын көрдім. Оның ұстамы босаңсыды, бірақ беті ашудан бұзылды. Сен менің заттарымды қаздың ба? Қалай дәтің жетті? Ал сен қалай дәтің жетті пәтерді өзің мен анаңның атына ғана жаздыруға? 3 жыл бойы мен ақша салдым, ай сайын ипотеканың жартысын бердім. Бұл алаяқтық, Саламат. Өтіп бара жатқандар олардың жанжалына бұрыла бастады. Саламат даусын басып, оған тыныштандыратын ноталар беруге тырысты. Анечка, мұнда емес, үйге кетейік, бәрін тыныш талқылаймыз. Сен түсінесің ғой, бұл жай ғана формалдылық, анам мүлікті қорғауды талап етті, сен оны білесің ғой, иә. Иә, енді мен оны да, сені де жақсы білемін, Анара ашы күлді. Осы жылдар бойы сендер мұны жоспарладыңдар, анаң мені қорлаған сайын сен үндемедің, бұл жоспардың бір бөлігі болды. Сен асыра сілтеп тұрсың, анам бізге тек жақсылық тілейді. Дастан туралы ойла, оған толыққанды отбасы керек. Ұлы туралы айтылғанда Анараның ішінде ашу толқыны көтерілгенін сезді.
Баланы пайдаланбауға батылың жетсін. Сен бүгін сол қарғыс атқыр фотосессияда мен үшін ара түспедің. Анаңа мені отбасынан қуып шығуға жол бердің, кадрдан да, құжаттардан да. Саламат тактикасын өзгертті, даусы қатайды. Құжаттарды дереу қайтар, әйтпесе ұрлық туралы арыз жазамын. Міне, сенің асыл қағаздарың. Анара сөмкесінен құжаттарды алды. Ала бер, мен көшірмелерін жасап қойдым, және заңгермен кеңестім, бәрін сот арқылы шешеміз. Ол құжаттарды жұлып алды, қол қатты дірілдеді. Сен бұған өкінесің, анам дұрыс айтқан, сен рахметсізсің. Біз саған бәрін бердік, отбасы, үй, қоғамдағы жағдай, ал сен. Саламат деп сөзін бөлді Анара. Сендер маған ештеңе бермедіңдер, тек менің жастығымды, қадір қасиетімді, ақшамды алдыңдар, бірақ бұдан былай ештеңе алмайсыңдар. Қайда барасың? Сенде ешкім жоқ. Бұл маңызды емес, бастысы, енді сенде, сенің анаңда жоқ. Анара бұрылып кетіп бара жатты. Саламат оның артынан бірдеңелер айқайлады, бірақ ол бұрылмады. Кешкі жел шашын желбіретті, ал кеудесінде ғажайып сезім пайда болды, ауырсыну мен жеңілдіктің қоспасы. Жылдар бойы алдану қағаздан жасалған үйдей құлап түсті. Бірақ бұрынғы өмірінің қирандылары. Сөмкесіндегі телефон қоңыраулардан дірілдеуін тоқтатпады. Саламат, енесі, тіпті ортақ таныстары да онымен байланысуға тырысты, бірақ Анара кері қайтуға жол жоқ екенін білді. Алда белгісіздік күтіп тұрды, бірақ бұл оның өз жолы еді, өтірік пен манипуляциясы. Ол телефонын алып өшірді, оған жол көрсетуге тырысатын бөтен дауыстарды тыңдаудың қажеті жоқ. Стой жылдар бойы басып тастауға тырысқан, өз ішкі даусын тыңдайтын уақыт келді. Кешкі Астана оны бұрынғы өмірден жасырғандай өз шамдарымен қоршап алды. Қаланың бір жерінде оны болашақ күтіп тұрды, бұлыңғыр, үрейлі, бірақ өзінікі, және ұзақ уақыттан бері бірінші рет Анара толық кеудесімен дем ала алатынын сезді. Қатты жел өтіп бара жатқандай болды, бірақ Анара оны әрең байқады. Ол кешкі көшемен жүріп келе жатты, әрбір қадамы оны бұрынғы өмірінен, оның барлығын соншалықты улаған өтірік пен манипуляциядан алыстата берді. Шамдар қар басқан тротуарға ұзын көлеңкелер түсірді, ал олардың жымыңдаған жарығында ол бақытты некесінің соңғы елесі қалай еріп бара жатқанын көрді. Ойлары шатасты, бірақ ұзақ уақыттан бері бірінші рет оларда таңғаларлықтай айқындық пайда болды. Ол өзінің айқын нәрсеге көзін жұмған барлық сәттері есіне түсті. Жайна апай оның өзіндік бағасын қалай әдістемелік түрде бұзды, Саламат әрқашан анасының жағында қалай болды, оны бірте-бірте өз отбасынан қалай ығыстырып шығарды, оны бөтен спектакльдегі үнсіз статистка айналдырды. Қалтасындағы телефон қайта дірілдеді, енесінен тағы бір хабарлама. Анара тіпті тексермеді. Осы жылдар бойы ол бөтен үміттерді ақтауға тырысты, жақсы келін, дұрыс әйел болуға тырысты, ал жауап ретінде тек сатқындықпен оның заңды түрде тиесілі нәрсесінен де айыру әрекетін алды. Балалар алаңының жанынан өтіп бара жатып Анара тоқтады. Бос әткеншектер желде баяу сықырлады. Ол мұнда дастанмен жиі серуендейтін, енесі баланың өзімен уақыт өткізгені жақсырақ деп талап ете бастағанша, түсінесің ғой, менде тәжірибе көп деген оның менменсіген дауысы құлағында естілді. Енді Анара бұл тәжірибе емес, ананы өз баласынан алшақтатудың ойластырылған стратегиясы екенін түсінді. Телефонын алып, дастанның суретін ашты, оның соншалықты шынайы әрі таза күлкісі оған жаңа күш берді. Оның үшін ол күшті болуы керек, оның үшін ол берілуге, және ұлы өтірікпен жақындармен манипуляция жасауға үйретілетін ұлы қарым-қатынасқа қайта оралуға құқығы жоқ. Оның басында бірте-бірте іс-қимыл жоспары құрылды. Ертең ол Марина ұсынған адвокатпен кездеседі, некені бұзу процесін және пәтерге құқықтар үшін күресті бастайды. Оның жасап үлгерген құжаттардың көшірмелері сотта салмақты дәлел болады, бірақ ең бастысы, ол дастан үшін күреседі, оны өтірікпен қос стандарттар емес, адалдық пен сүйіспеншілік атмосферасында тәрбиелеу құқығы үшін күреседі. Анара құрбысының пәтерінің кілттерін алды. Марина оған қанша уақыт қажет болса, сонша уақыт өзінде тұруды ұсынды. Сен енді жалғыз емессің, деді ол,
Және бұл қарапайым сөздер қазір оған соңғы жылдардағы отбасылық махаббат туралы барлық жалған сенімдерден де маңыздырақ болды. Баспалдақпен көтеріліп бара жатып, Анара ішінде жаңа, таныс емес сезімнің өсіп келе жатқанын сезді. Бұл ашуда, реніште емес, бұл өзінің күшін түсіну еді. Ол күйеуінің отбасының мақұлдауын алу үшін шексіз күресте дерлік жоғалтқан күш. Маринаның пәтері жылы әрі тыныш еді. Анара пальтосын шешіп терезеге жақындады. Қала мыңдаған шамдармен жымыңдады, және бұл жымыңдауда ол жаңа өмірдің уәдесін көрді. Қателік жасаудан үнемі қорқусыз, өзінің бар болған үшін үнемі ақталу мен кешірім сұрау қажеттілігінсіз өмір. Ол дәптер алып, ұзақ уақыт бойы ішінде сақтаған барлық ойларын, жоспарларын, армандарын жаза бастады. Ұзақ жылдар бойы бірінші рет ол өзін шынымен тірі сезінді. Алда ұзақ жол, көптеген қиындықтар мен белгісіздіктер күтіп тұрды. Енді ол нақты сөзден гөрі дәптердегі соңғы жазба оның ұлына айтқысы келген сөздер болды. Балам, біз бәрін жеңеміз. Мен сені адал әрі күшті болуға үйретемін, арматауға үйретемін. Терезе сыртында таң атты. Анара күннің алғашқы сәулелерінің аспанда ашық қызғылт түске бояғанын бақылап, ұзақ уақыттан бері бірінші рет күлімсіреді. Ол бұл оның өз жолының бастауы екенін білді, және ол оңай болмаса да, бұл өзі үшін және оның ұлы үшін нағыз еркіндікке апаратын жол болады. Сондай-ақ менің басқа да видеоларымды көруді ұсынамын, және каналға жазылуды ұмытпаңыз.